Біз бәріміз ақша табуды қалаймыз, бірақ кейде қанша еңбек етсең де нәтиже жоқ. Себебі мәселе еңбекте емес, ойда. Психологтар айтады, адамның ақшаға деген қарым-қатынасы бала кезден қалыптасады. Егер сен кішкентай кезінде естіген болсаң, ақша табу қиын, байлар ашкөз, көп ақша күнә, онда санаңда бұл сөздер ережеге айналады. Есейгенде сен ақшаға ұмтылған сайын, ішкі сенім ақша қауіпті деп тежейді. Сен көп еңбектенесің, бірақ бір сәтте бәрі тоқтайды. Үйірткені тереңдесен, ақша келсе, мен өзгеремін деп қорқасың. Шын мәнінде ақшаны тарту үшін тек жұмыс емес, ойыңды да өзгерту керек. Ақша бұл энергия. Ол тыныштықты, сенімділікті жақсы көреді. Келесі рет ақша келмейді десең, өзіңнен сұра. Мен өзіме сенем бе, әлде қорқам ба? Себебі ақша ең алдымен сенімге келеді.